біз еркектер үйленгенше ата-анамыздың тәрбиесінде болады екенбіз. Үйленгеннен кейін уже әйеліміздің тәрбиесінде болады екенбіз. Біз байқамайды екенбіз ғой. Уже біздің папамыз бен мамамыз уже біз әйеліміз болып кетеді екен бір ғой. Расымен сондай оказывается. Біз ешкімге сенбейміз, әйелімізге ғана сеніп кетеміз де. Қалғандардың бәрі өтірік айтып отырған секілді болып қалады бізге. Сенбей жүресің ғой. Көшеде бір әңгіме естіп келесің де, үйге келіп әйеліңнен сұрайсың, осындай дейді, рас па деп жаңағы. Я десе, да ты что деп жаңағы. Әйелімізге сенеміз де. Неге солай екен түсінбеймін де кәдімгі. Әйелің кәдімгі сен папаң мамаң секілді болып қалады. Папаң мамаң просто айына бір 2 айда бір ақша беріп тұратын адамдар секілді болып қалады да болды жаңағы. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан бастап біз әйелімізге сенеміз. Будильникке сенбейсің уже. Будильник ерте шырылдап отырған секілді бар. Әйелің таңертең тұрғаннан бастап отыр. Сон баласы секілдісің үйде жүрген бар. Тұр, жұмыстан қаласың. Тұр. Тұр енді жұмыстан қаласың дейді. Бүкіл әйелдердің способтары бар. Сағат 7-те оятып атады, бірақ бұл 9 болды дейді. Ат тұрасың бар. Тұр баламыз да көзіміз былчық бүйтіп оқалап тұрасың. Әйелің айтады да, бетің жусайшы бар, мен жұмыстан қаласың ғой дейді. Мә, бет жуу керек екен ғой деп кәдім бар. Бала секілсің, бірақ білмейсің бірақ оны бар ғой. Бар беті қолың жуып, бүйтіп айнаға қарап, бүйтіп тұрсаң, не қылып тұрсың енді бар киіміңді шеш дейді. Мә, киім бар екен ғой мен деп жаңағы. Кәдімгі садикке дайындап қойған киімдер секілді бар ғой. Солардың қатарында сенің киімің тұрады жаңағы. Деп жаңағы. Ну енді, смотри, кімнің әйелі қандай енді? Біреулер дайындап қояды, біреулер дайындамайды. Кейбір әйелдер бар, өз әйелдер бір жаққа шықса, жаңа киім іздеп жүреді. Еркектер бір жаққа шықса, таза киім іздеп жүреді. Не бар өзі таза адам деп жаңағы. Әр әйеліне байланысты енді. Киініп алып жаңағы айнаның алдында галстук байлап тұрасың ғой. Әйеліңге айтады, тамағың ше жұмыстан қалдың ғой, не істеп тұрсың дейді. Мә, тамақ бар екен ғой бізде деп жаңағы. Бір кәдімгі ресторанға отырғандай бір асықпай тамақ ішіп отырасың. Әйелің айтады да, кетшешін жұмыстан қаласың ғой дейді. Тез ішіп аласың да Аллах көрсін жұмысқа фу кетіп шығып кетесің. Әбеттің кезінде сондай тамақ іштің бе дейді. О, тамақ бар екен ғой. Кім тамаққа барады деп жаңағы. Шығып кетеміз де. Сосын кешкі сағат 6-тан 5 минут кеткенде звондайды ғой. Келе жатсың ба дейді. Бір жұмыста қалып қоятын секілдісің де бар ғой. Жоқ, кейбір жігіттер бар, звондамаса жұмыста отыра береді. Біз кәдімгі сондай секілді. Әйелің звондағанда кезде үйіңе бару керек секілдісің де, бүйтіп отырасың. Кейбіреулер машинаға мініп қаланы аралап жүреді. Не істеп жүрген өзі білмейді, бірақ жүр да бүйтіп. Сосын үйге кіріп келесің. Киіміңді шеш дейді. Баласы секілдісің, байқамайсың бар ғой. Бар, дұрыс қой енді деп киім шешіп кел, бүйтіп. Киім шешіп кіріп келсем дейді. Қолың жу дейді. Мә, саған кәдімгі бар ғой. Өгей деп бар, қолың жуасың. Тыңдап жүресің бар ғой, баласы секілді бар. Тыңдап жүресің. Олар да өзі байқап жүрген жоқ, мен балам секілді деп жүрген. Қолың жуып, бірақ дастархан басына жақындамаймыз бар ғой. Мен әйел адамдар таң қаламын да сіздерді бар. Біз осы тамақ дайын болмай, еркектер столдың басына бүйтіп жақындап кетсек, неге қорқасыздар деймін да. Дайын емес қой әлі. Дайын болғанша шақырамын ғой, отырасыз үшін тақтайды. Сіздермен сөйлескіміз келеді да. Ішіміздегі айтқымыз келеді. Сіздер кәдімгі ана жаққа бар, сосын шақырамын дейсіздер. Как будто бір тамақтың рецептін біліп қоятындай бар ғой. Ана жаққа бар, сосын бар, неге сен ана жаққа барып диванда отырасың, бала-шағаның ортасында құлақты кухняға түріп қоясың, бүйтіп жаңағы тамаққа деген сөзді күтіп отырасың. Бір кезде тамаққа дейді, тамаққа деп бәріміз жүгіреміз осы. Бала-шаға бәріміз келіп, тамақ жеп, әңгіме айтып, оф деп отырсаң, әйелің айтады, болдың ба дейді. Біз даже болғанымызды да білмейді екенбіз бар ғой. Болған секілдіміз, болдым дейді. Бар енді барып ана жаққа телевизорында қара дейді. Кәдімгі бала секілдісі бар ғой. Бүйтіп арасында бүйтіп сұрағым келіп тұрады, ойнап келуге бола ма деп бар ғой кәдімгі. Сосын енді қызығы ұйықтайын деп отырған кезде айтады ғой, әңгіме айтшы дейді. Бана дастархан басында сол айту үшін бардықты қуып жібереді. Ұйықтайын деп отырған адамда қандай әңгіме болады? Әңгіме жоқ дейсің. Сен вообще соңғы кезде өзгеріп баратсың вообще. Сен вообще ондай емессің, сен бұрынғыдай емессің. Бұрын сен вообще әңгімең айтып, сөйтіп сен соңғы кезде вообще квартираны сиясың, келесің, кетесің болды. Мен осы бала маған керек деп сол ренжімесін деп өтірік бірдеңені құрастырып, әйтеуір бүйтіп сөйтіп жатып ұйықтап кетеміз. Оны сіздер де байқамайды екенсіздер, оны біз де байқамаймыз. Өйткені бұл өмір, осы өмірде жұбымыз жазылмай, мерекеден мерекеге аман есен жетейік.